Қайырлы күн, достар. Бүгін біз әдемі осындай өрнек тоқып үйренеміз. Бастайық. Өрнек өте жеңіл. Жаңадан тоққан қыздар да тез үйреніп алады. Тоқылуы өте жеңіл. Бұл өрнекті кардигандарға пайдалануға болады, жилеткаларға пайдалануға болады. Өте әдемі көрінеді. Екі жақта да ортасында осындай екі воздушный жіп болады, ұмытып кетпеңіздер. Сонда өрнектеріңіз өте әдемі көрінеді. Бір жағын бітірдік. Енді келесі жағына өтейік. Келесі жағы да өте оңай, мінекей. Шыпты өзіңіз қаптауынан, өзіңіз жақ қаптауынан осылай накидпен орап алып тоқисыз. Екі воздушный. Менің каналымды қолдап отырыңыздар, мүмкіндік болса қыздар. Лайк басып, лүпіл басып, жазба қалдырып отыруларыңызды сұраймын. Каналым жаңадан ашылғандықтан әлі көп нәрсе мен де үйреніп жатырмын. ютубты қалай жүргізу керек. Сондықтан сіздерден сұрайтыным міне. Екінші қапталып бітті, сонда узорыңыз осылай болып шығады, әдемі болып. Көрдіңіз ба? Тамаша прямо. Міне сәттілік тілеймін сіздерге. Жақсы күнде кездесе берейік, жүре берейік. Аман болайық.